Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Сәлеметсіңдер ме, балалар? Мен 210 мектеп лицейінің бастауыш сынып мұғалімі Айбекова Индира Ахметсапиевна. Педагогикалық еңбек өтілім 25 жыл. Мен педагог зерттеушімін. Өмірлік ұстанымым баланы оқыту емес, баламен бірге дамуды мақсат ету. Сондықтан әр сабағымда оқушының қызығушылығын арттырып, заманауи технологиялар мен жасанды интеллект мүмкіндіктерін тиімді қолдануға тырысамын. Бүгін сіздерге осындай тәсілдерге негізделген сабағымды ұсынамын. Пәні жаратылыстану, 1D сынып. Сабақтың тақырыбы әртүрлі денелердің қозғалысы. Оқу бағдарламасына сәйкес оқу мақсаты түрлі денелердің қалай қозғалатынын анықтау. Сабақтың мақсаты оқушыларға түрлі денелердің қозғалу түрлерін түсіндіру, қозғалысты бақылау және салыстыру арқылы білімдерін дамыту. Бүгін біз жаратылыстану сабағында қызықты тапсырмалар орындап, жаңа білім аламыз. Сабаққа белсене қатысайық және бір-бірімізге көмектесейік. Дұрыс жауап берген балаларға мен білім кілтін табыстап отырамын. Сондықтан да сұрақтарға жауап беріп, бүгінгі сабақта белсенді болып қатысып отырайық. Балалар, осы ай бізге қандай ай еді? Жақсы, жарайсыңдар. Аптада ең сөз қандай еді? Бірлік болмас, тірлік болмас. Бұл сөзде бізді әрқашан неге шақырады балалар? Бірлікке, татулыққа, достыққа шақырады, иә? Яғни балалар, тапсырманы орындап және әрқашанда бір-бірімізге не жасауымыз керек? Көмек көрсетуіміз қажет екен. Біз үй тапсырмасы. Қазір экранда үй тапсырмасы бойынша топтық жұмыс барысын көріп отырсыздар. Оқушылар ноутбук арқылы бірдей лабиринт тапсырмасын орындауда. Бұл тапсырма адам жанды табиғат тарауын қайталау мақсатында берілді. Балалар сұрақтарға жауап бере отырып, логикалық ойлауын, жылдам шешім қабылдауын және топпен жұмыс жасау дағдысын дамытып жатыр. Тапсырма жарыс түрінде ұйымдастырылды. Қай топ бірінші болып орындаса, қоңырауды басады. Бұл әдіс оқушылардың сабаққа қызығушылығын арттырып, белсенді қатысуына мүмкіндік береді. Біздің айналамыздағы барлық нәрсе қозғалады. Қозғалыс бір заттың өз орнын өзгертуі. Мысалы, көлік жолмен жүреді, құс аспанда ұшады, балық суда